Қазақ акварелінің хас шебері Өкәжиевті еске алу кешіне суретшінің әріптестерімен қоса қылғалам шеберінің туындыларын ардақ тұтқан жандар жиналды. Кеште ұлы суретшінің шығармашылық белестеріне шолу жасаған өнертанушылар онымен бірге болған шабытты шақтарды тебірене естеріне түсірді. Өкәжиев өзінің шығармашылығы арқылы ұлттық акварель мектебінің негізін салып қана қоймай, оның дамуына өлшеусіз үлес қосты. Бірақ негізі бұл кісі акварельде көп портреттер жазды. Сол портреттердің ішінде өзінің автопортреті бар. Содан кейін Әбекеңнің портретін жақсы салды. Сол Әбекеңнің портретіне қараған кезде көп нәрселерді еске алуға болады, көп нәрселерді ойлануға болады. Мысалы үшін мына жұмыстарына қарап отырсаңыз, жазған этюдтеріне бәріне қарап отырсаңыз, барлығында үлкен бір үйлесім жатыр, үлкен композициялық үйлесім жатыр. Сосын әлбетте реңде, түсте өте бірмен бірі бауласқан, сондай бір состояние деп айтамыз, орысшылап айтқан кезде сондай нәрселер көрініп тұрады жұмыстарынан. Кеш барысында халық Өкәжиевтің тағдырынан сыр шерткен деректі фильмнен суретшінің шығармашылығы, өмірдегі құндылықтары жайлы мол мағлұматтар алды. Ол еңбек адамы болғандықтан қарапайым өмір сүрді. Ешқашан өзінің сіңірген еңбегін айтып, мақтанбайтын, қиын да күрделі тағдыры жайлы да айтқан емес. Ол бәрін өзі шексіз сүйген өмірмен байланыстырды және одан ләззат алды. Өзінің жаңа қазақ Мадоннасы деген шығармасын алып қарасаңыз, осының өзінде ол тек жаңағы мемлекеттік сыйлық алғандықтан емес, ол шығарманың терең мазмұндылығы, содан кейін композициялық құрылымның өте күрделілігі және жалпы ұлттық нақыш беру, ұлттық сипат берудегі Өке ағамыздың тапқырлығы, міне осының барлығы сол кездегі қазақ бейнелеу өнеріне бір ерекше леп, ерекше бір нұсқалып келген осы Өке ағамыз. Ленинградтың бүкіл ресейлік көркем сурет академиясының мектебін бітірген Өкәжиев қазақтың халықтық бейнелеу өнерінің қалыптасу жылдарында өзінің суретші әріптестерімен бірге оны әлемдік академиялық деңгейге көтеруді армандады. Сол үшін де тынбай еңбек етті. Сонымен қатар Әжиевтің, Қастеевтің, Исмаиловтың шығармалары басқа да мемлекеттердің музейінде сақтаулы екенін қазір біз білеміз. Осы тұрғыда қарағанда біздің өнеріміз бүгін қазір сол ағалар мақсат еткен, сол ағалар арман еткен дәрежеге жетті деп айтуға болады. Бүгінгі кештен халық ұлы отан соғысының ардагері, Қазақстан акварелінің негізін салған шебер, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген өнер қайраткері Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік және тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері суретші Өкәжиевтің өнегелі ғұмырынан ғибрат алып, ғажайып әсерге бөленді. Бүгінгі өткен кештен оны қаншама адамның жақсы көріп құрметтегенін, туындыларына табынып, талантын мойындағанын, шығармашылығын жоғары бағалағанын көруімізге болады. Менің ойымша бұл ең алдымен оның суретші ретінде танылғандығын, оның есімі ешқашан ұмытылмайтынын дәлелдейді. Өйткені адам жайлы естеліктер бар.